Бесінші түн. Ей олы бақытты патша. Балықшы Диюды құмыраға қамады да зекіп сала берді. Ал мырза, сен айтшы, саған қандай өлім керек? Дию далаға шыққалы тырбаңдап көріп еді, Сүлейменнің сиқырлы мөрі тағылған құмырадан құтылу қиынға айналды. Шал құмыраны суға қарай сүйреп ала жөнелді. Енді мені қайда апарасың деп Дию зар қақты. Қайда апарасың Диюн қарашы, күрілдеген иттің. Сені суға апарам. Суға тастап тереңге итеремін. Өзім дәрия бойын жағалап, құмыраға тығулы Дию бар. Алсаң өзіңді 3 түрлі өліммен өлтіреді деп жар саламын. Сонан соң сен ақыр заманға шейін судың астында шіріп әлем. Енді саған жарық дүниені қайта көру ме? Ағып барып теңізге бір түссең, баяғыда өлген балаларыңа қосыласың, деді балықшы. Айналайын атажан, бір қателік менен өтті. Мені суға тастай көрмей, кейінгі сертімді бұзып, сізге алғашқы сертім бойынша таусылмас дүние жиып берейін, деген Дию өлімнен қорқып. Жоқ, сен мұндар өтірік айтасың. Сенің сөзің уәзір Юнан мен ғалым Рюанның оқиғасы сияқты болды, деді шал. Ең болмаса, депті Дию, суға тастауды тоқтата тұрып, сол әңгімені айтыңыз. Ең болмаса көп жыл су астында тұншығып жүріп, жарық дүниені бір көргенде адамның баласынан бір әңгіме естіп кетейін. Шал ойланып көп тұрды. Адамдық мейір ашуын басты. Диюдың тілегін беруді лайық көріп, көзені су жиегіне қойды. Сөйтіп шал әңгімені бастады. Юнан патшаның уәзірі туралы әңгіме. Парсы жері мен Рюан жерінде бір патша болыпты. Атым Мәлік Юнан дейді екен. Оның денесінде көптен жазылмай жүрген бір жара болыпты. Өз еліндегі емшінің бәрін алдырып қаратса да, ешбір емінің сәті түспеген екен. Күндердің күнінде сол қалаға ғалым Рюан деген бір емші келіпті. Ол пайдалы зиянды шөптің барлық жай жапсарын біліп, неше түрлі дәрі істеуші еді. Ол қараған кісіні кеселі жазылмайтыны кемде кем ақ болатын. Айтушылардың айтуы бойынша, патшаның денесіндегі жараның қандай екенін көрмей-ақ білгенді ол ғалым. Сөйтіп патшаның алдына өзі ізденіп барады. Өзінің тәуіп екенін білдіреді. Менің естуімше, сіздің денеңізде жара бар сияқты. Егер менің емдеуімді рұқсат етсеңіз, дәрі ішкізіп, май жақпай-ақ жазып берер едім деген. Бұл сияқты оп-оңай жазам дегенге патша таңырқапты. Сіз қандай ем қыласыз деп сұраған патша. Оған ғалым, тек сіз емдеуге ғана рұқсат етіңіз, қалай істеуін мен көрсетейін деген. Патша бұл ұсынысты қабыл етеді. Ертеңінде патшаның алдына келіп, қолына дағарасы мен бір таяқ ұстатады да, шамаңыздың барынша дағараны ұра беріңіз, деді ғалым. Патша дағараны қаға берді. Өмірі қолына көсе ұстап көрмеген патшаға дағараны қағуда едәуір жұмыс болды. Тер шығып, денесі жібіді. Енді үйіңізге барыңыз да, моншаға түсіп, сабындап жуыныңыз, деді ғалым. Патша да ғалымның айтқанын орындады. Неше жылдан бері сіресіп қатып қалған жараның беті жібіп, сырылып түсті. Аз күн ішінде жарадан жазылып кетті. Неше жылдан бері емі табылмай жүрген жарасын бір терлетумен жазған ғалымға дүниені үйіп төгіп сый беріп, құрмет көрсеткелі ордасына шақырды. Ғалым ордаға келіп, патшаға құрметін істеп, дұға қылып, саулық тапқан денеңіз қайтып дертті болмасын, ұзын өмірін несіп боп, шаттық болсын жолдасың. Қуансаңыз бізбенен, ел қуанбақ сізбенен, ел жұртыңның тілегі сау болуы бір бастың, деді ғалым. Бұл өлеңді айтып болған соң патша орнынан тұрып қолын алды. Оң жағынан өзгеден жоғары орын берді. Неше түрлі ас келтіріліп, шамадан тыс сый сияпат істетілді. Бірнеше асыл киім мен 2000 алтын беріп, ғалымды үйіне қайтарған болатын. Аз күн өткен соң патшаның ордасына ғалым тағы келді. Патша да оның келгеніне қуанып, жоғары көтеріп құрметтеп, қайтарында зерлі тон 1000 алтын сыйлады.
Ғалымның бұл сияқты патша алдында қадірі артып, сый алғанына уәзірдің іші күйді. Ол уәзір шыбынның тезекке қонып, нәр тапқанына іші удай ашып, қызғаныш ететін бір оңбаған еді. Оның сол оңбағандығы тағы ұстап, келген сайын тон киіп, алтын алып жүрген ғалымға бір дұшпандық істеуді ішіне түйді. Бір күні патшаның алдына келді де, «Тақсыр, сізге айтайын деген бір кеңесім бар еді» деді. «Айта ғой, уәзірім, келелі кеңесің болса, тыңдайын» деді патша. «Айтайын дегенім», деді уәзір қайғылы пішінмен. «Адам әр уақытта артын ойламаған жұмыстан опық жейді. Мен сізді саяз ойлы кісі деп еш уақытта ойлаған емеспін, және ойламаймын да. Бірақ дұшпанды ішке тартып, келген сайын күректеп алтын беруіңізді ішім ұнатпайды ақ». Оның кім?» деді патша таңырқап. «Оның шынын айту керек, мына қаңғырған біреуді ғалым деп келген сайын сыйлап жүрген Риуан дегеніңіз» деді уәзір. «Бұл қандай қара пікірмен айтылған сөз? Ол дұшпан болса, өмір бойы денемнен арылмай келген жарамды, жанымды қинамай жазып берер ме еді? Оған патшалығымды бөліп берсем де, менен алатын ақысы көп. Сен мұны өзіңнің іш тарлығыңнан, оның маған істеген жақсылығын көре алмай, дұшпан болып айтып тұрсың» деді патша. Ол сөзді уәзір ауырсынып ашуланбады. Қайта патшаға жақындай түсіп, бет-әлпетін аянышты қалыпқа келтіріп, «Жоқ, тақсыр, мен дұшпан болып айтып тұрғаным жоқ. Оның дұшпан екенін сезіп айтып тұрмын» деді уәзір. Патша оған сенбеді. «Сен іштарлық, оңбағандығыңмен досымды өлтіріп, Мәлік Сандыбаттың опық жегеніндей опық жегізгелі жүрсің» деді. Әңгіме осыған жетті де, бозарып таң атып, Шахризада айтуын тоқтатты. «Апатай-ай, тіпті қызықты әңгіме айттың-ау» деді Дүниязада. «Егер патша өлтірмесе, ертең мұнан да қызықтырып айтамын» деді апасы. Шахризаданың барлық әңгімесін аяқтатпай, «Өлтірмеймін» деді жездесі. Таң атып, патша ордаға кетті. Кешке келіп, Шахризадамен оңаша үйге біраз кіріп жатты да, қайта шығып әңгімені тыңдауға отырысты.